Менің бабам күн қақтап, қыраптабы, көшіп қонып ұрпағы тұрақтады. Біздің тарих бұл да бір қалың тарих, оқулығы жұп-жұқа бірақ тағы. Қадыр ақын осылай толғағандай ғасырдан ғасыр аттап замана озған сайын бағзы тарих парақтары көмескіленіп, сан сұрақтар туындап жатады. Оларды елеп екшеп, шынайы шындығын шығарып, оны ұрпақтан ұрпаққа ұластыру замана парызы. Міне осындай сауалы мол шежіре қойнауындағы тарихи тұлғалардың қатарында әйгілі Адай ата ұрпағының бірі жары ұлы Дәулеталы да бар. Ақынның хаты өлмейді, батырдың аты өлмейді дегендей, дарынды халық ақыны Сәттіғұл Жанғабылұлында мынандай өлең жолдары бар. Бір арысы жарының Дәулеталы болғанда, ішінде толған ер еді, осы жүрген ауылдан, сақилық, байлық, батырлық бұл күндегі өнерің, алғимен досаң кешегі таймайтын көкжал бөреді. Осыны өрнекті өлең шумақтары Дәулеталы мен оның ұрпақтарының құнарлы тарихы тереңге бойлайтындығын аңғартады. Ал Дәулеталы кім болған деген сұрақ көңіл түкпірінен көмескі сыр ұқтырады. Оның жауабы да сан алуан. Міне осы сауалдарды бір жүйеге келтіру мақсатында белгілі азамат Дәулеталы ұрпағы Сақып Керелбаевтың жетекшілігімен 2010 жылы «Сұрасаң руымды Дәулеталы» атты шежіре кітабы жарық көрді. Оның мақсаты Адай руынан тарайтын Дәулеталы тайпасының шежіресін ағайынның алқасына ұсынып, тумаластардың басын біріктіру болатын. Оған ел ішіндегі шежіреші ақсақалдар үлесі мол болды. Онда Адай руының тайпа басы Дәулеталы туралы мынадай мәліметтер берілген. Жары атамыздың бәйбішесінен туған екінші баласы Дәулеталы. Ол тұла бойына күреукелі сауыт киініп, қолына қоңыраулы найза ұстаған, 5 қаруы бойында мұздай құрсанып жүретін жауынгер адам болыпты. Ол ұлы шаған, кіші шаған бойында қалмақтармен жан алысып, жан беріскен шайқастарда ерлігімен көзге түскен батыр екен. Дәулеталының айбынды батыр, айрықша жаужүрек адам болғанын 8 арыс жарының білгір шалдарының бәрі айтқан. Бұл кісі орта жасқа келгенше бала сүймепті. Күндердің күнінде сірә менің баласыз болуым осының кесірінен болар деп 5 қаруын да, сауыт сайманын да талақ етіп шешіп, атармандықты да, шабармандықты да қойып кетеді. Күнделікті тірлік қамымен айналыса бастайды. Алла тағаладан бала тілейді. Сөйтіп жүргенде Алла тілегін қабыл етіп ұлды болады. Тілеу тілеп жүргенде көргенім ғой деп есімін Тілеміс қояды. Кейінірек екінші балалы болғанда Құдайым тілегімді шын берді деп атын Тілеуберді қояды. Тілемістен Итбатыр Үсен, Тілеубердіден Дәуғара Жаңғара туады. Дәулеталы ұрпақтарының ішінен ата даңқына сай ел қорғаған батырлар көп шыққан. Сондай-ақ халық қамын ойлаған сақи мырзалар мен байлар, аузы дуалы шешендер, ел билеп, әділ төрелік жасаған небір билер, алдын болжап, адам емдеген көреген емшілер, алқалы жиындарда намысын жібермеген палуандар, нелер сәйгүлік жаратқан атбегілер шыққан. Жалпы Адай руының шежіресін байыпты зерттеп, жиналған мәліметтерді елеп екшеп, 8 томдық Адай тайпасының шежіресін жазған белгілі өлкетанушы, шежіреші Жетібай Жылқышұлының өлшеусіз еңбегін арнайы атауға тұрарлық. Онда автор ұзақ жылдар бойы талмы ізденістермен, ел аузындағы аңыздармен шежіре нұсқаларын салыстыра отырып, нақты тарихи деректерді ұтымды құрастырған. Жетекең еңбектерін Адай тайпасының шежіресіне қосылған мол мұра деп бағалап, оны бабалар тарихының басты бағытына ұстауға толық негіз бар. Оның кітабында мынадай деректер жазылған. Жарының екінші баласы Дәулеталы 1640-1700 жылдар аралығында Салқам Жәңгір мен Тәуке ханның тұсында өмір сүріп, жоңғарлармен талай соғысқа қатысқан батыр адам болған. Дәулеталыдан Тілеуберді Тілеміс, Тілемістен Итбатыр Үсен. Үсен 1705-1775 жылдары Маңғыстауда өмір сүріп, Есенғұл ұлы Есек батыр, Есек мерген Мұнайлының сыртындағы Есек жал деген жерде Маңғыстау адайларына жер су үлестірген жиынға қатысқан би, орта дәрежелі бай болғандығы баяндалады. Әрине, осы бейнетаспада Дәулеталы ата, оның даңқты ұрпақтары туралы толығырақ тарқатып, мол мағлұматтар айтуға мүмкіндігіміз шектеулі. Оны осы шежіре кітаптардан табылады. Дәулеталы руынан шыққан тарихи тұлғалар туралы мәліметтерді аңыз әңгімелерден де кездестіруге болады. Ел иесі, жер киесі, бір бекет атаның Дәулеталы ата ұрпақтармен байланысы мынадай аңызға арқау болған.
Дәулеталы жары Төлебай деген кісінің баласы туған күнінен сал ауруымен ауырып қол-аяғы шидеп, қарны қампайып орнынан тұра алмайтын болады. Түрлі ем жасағанмен жазыла қоймапты. Содан Төлебай баланы соңғы үміті Бекет атаға алып келеді. Ата баланы қарап отырып: ауруы бойына сіңіп кеткен, кештеу келген екенсің. Дегенмен Алла сәтін салса сауып кетер көрейік, деп баланы шапанының етегін ұрап, әрі-бері шайқап дем салады. Осыған қанағат еткен Төлебай елге бет алғасына баланың беті бері қарап көп ұзамай жазылып кетеді. Әлгі баланың тұқымы ұрулы елге айналған көнегөз қариялар күні бүгінге дейін жыр етіп айтып отырады. Кешегі еркіндікті аңсап тарихта адай көтерілісі деген атпен белгілі болған ұлт азаттық көтерілісінің басшылары Досан мен Алғи осы Төлебай ұрпақтары еді. Екі 2010 жылы Пір Бекет атаның туғанына 260 жыл толуына орай 20 деректі фильмді жарыққа шығару барысында Маңғыстаудың Боранқұл мекенінде тұратын үйден Бекет атаның шапаны бар екенін білдік. Ол Дәулеталының баян тақтасынан тарайтын Қойжығарұлы Көлбайдан өрбіген ұрпақтарда сақталған аса құнды жәдігер екен. Иә, ұлы Бекет ата мұрасының о баста Дәулеталы ұрпақтарына берілуі осы ру тектілігінің бір белгісін аңғарта түскендей. Әрине, біз бұл хабарды зор ынтамен қарсы алып, атадан қалған асыл жәдігерді көру үшін Маңғыстау Атырау пойызымен Боранқұл ауылын бетке алдық. Сөйтіп, Боранқұлдағы 4-ші ауыл 8-ші үйінде тұратын Айсұлудың үйіне келіп, киелі жәдігерді көре отырып, оның есімен сұхбаттасу мүмкіндігіне ие болдық. Атамен қатар жаңа Дәулеталы аталарымыз құрдас. Баласы ауырады, ата ойдан қырға деп айтады. Енді ол жер қай жер екенін білмеймін. Ойда отырады екен, қырға атаға барса, ата жоқ, Хорезмге кетіп қалыпты дейді. Содан 3 күн күтіп жатады ол кісіні. Содан ата келеді 3 күннен кейін, айналасың сен бәленше деп. Содан ол мен дейтін балам ауырып, осылай сізді күтіп жатырмын дейді ғой. О не болғандағы балаң дейтін жақсы. Сен өсөйтіп 3 күн 4 күн деп далада жүргенде не болып жатқан не білесің. Сен мені сыйлап жатырсың, ол аруақ емдеп қойды баланы. Ал сен осы менің сыйлағанымдай қылып, мені қалай сыйласаң, осы шапанымды сондай сыйла деп шапанын берген. Осы жеті атаға дарет менің аруағым деп. Сол кісінің аты кім дедіңіз? Иә. Ол кісінің атын кеше шешем айту бойынша Қойжығарұлы Көлбай деп айтып отыр. Мұқанның кәрекесі деп. Ал соныменен атадан атаға келіп, біздің қолымызға келіп тұрғаны, біздің шаңыраққа Таңбайып Қонайдың шаңырағына келіп тұрғаны Мұқан деген кісіден келген. Кейін бұны 57-ші жылы осы Қонайдың шаңырағына, Қонайдың ауруына байланысты осы шапанның қасиетті дары қарағым қорғар сені деп 57-ші жылы Жібек деген шешем әкеліп берген. Сонымен осы шаңырақта сол 57-ші жылдан бері осығанға шейін кеше 1 жылдыққа шейін сақталып тұр ғой. Менің туғанымды көрген шешемнің өзі қазір әкемнің, кәрәкемнің шешесі 150-ге келіп отыр. Сонда аржағында 110 жылдықта ол кісі ештеңе емес сияқты. Бұл аңыз емес, шындық қой. Айсұлудың айтуы бойынша бұл шапан бұрын Бейнеу ауданы Құркөл ауылында тұратын әке шешесі Дәулеталы руынан Қонай Таңбайып пен анасы Талданның үйінде ешкімге айтылмай сақталып келген. Ендеше осынау аса қастерлі жәдігердің осыншама уақыт айтылмай келуі қалай? Әрине, оған сан жылдар санамызды улап келген кеңестік өкіметтің кер саясат әсерінің мол болғандығы да ақиқат. Бізге келгелі бұл дейтін ашылған жоқ. 98-ші жылы атаның аяны мен көзіме көрінуімен жарыққа шығар шапанымды деді. Ал сол осы уақытқа шейін ол ашылмаған, ешкім қарамаған бұны. Ал сол атаның басына мен түсінігім оғланды атаның басына бару керек шығар деп мен алып бардым, аманат деп сұрап алып. Кеткенше ашайын дегенде тоқ соғып аштыртпады. Атаның басына барып келгеннен кейін ашқанымда осындай болды. Шапанды жарыққа шығарып, оны құлданылу керек. Түс көрсетіп, онда да аян етті, шешемді көрсетіп, жаңа қайтыс болып кетіп отқан. Осы кісі шырақшы болсын да, әлі бойында қасиет тұр шапанның, соны пайдаланып шырақшы болсын деді. Ол кісілер мойындаған жоқ. Егер осыны мойындамаса, 2 аяғынан айырылады деді. О да болды.
ал мойындамай кетті олар. Бүгінде Боранқұл ауылының тұрғындары өз ауылында бір атаның шапаны бар екендігінен хабардар болып, мұқтаж жандар осы қасиетті жәдігердің шарапатына ие бола бастаған. Жалпы халықтың біреуіне аңыз болып кетіп жатыр бұл. Ол қаяқтан келген, не болған деп. Енді осы атаның шапанын бізден Бекет ата, ол піріміз қасиетті адам. Екінің біріне қолына түсе бермейтін шапан ғой енді. Бұл да бір қасиетті адамның қолына түсті деп есептейміз. Себебі осы Айсұлу апамыздың үйіне келіп, сол небір тұра алмай жатқан жандар дауасы түсіп, сол шапанына кәдімгі жазылып, Айсұлу апаға, Бекет атаның шапанына, Бекет атанға кәдімгідей бас иіп жүрген адамдар да бар. Осынау бойына мол қасиет дарған, тарихы тереңдегі құнды мұраның ұлы баба Бекет атадан жеткен қастерлі жәдігер екендігіне ата ұрпақтарының кезінде пір ата жары ұруының бір адамына шапанын сыйлағандығы туралы естіген деген пікірі осынау шапанға деген шынайы сенімімізді шыңдай түседі. Ендеше ұлы атадан ұлағатты мұра боп бізге жеткен санаулы ғана жәдігерлер қатарына бұған дейін беймәлім боп келген тағы бір қасиетті мұра ата шапаны қосылғандығына риза боламыз. Бұл ұлы сұраны болған пір Бекет атаның 260 жылдығын ұлықтауды ниет етіп, ұлан ғайыр шаралар атқарып жатқан ұрпақтар талпынысының бір нәтижесі деуге де болады. Дәулеталы руынан шыққан алып тұлғалы атаңызға айналған әйгілі азамат Досан Батыр. Тәжіннің ұлы Досанның есімі Маңғыстаудың барлық шежіренің басты бөлігінен ойып орын алады. Қара төбе, осынау еңселі төбенің басында орнаған ескі қорымдарда өр елдің өршіл перзенттері мен игі жақсылары жерленген. Дәулеталы Досан Батыр да осы жерді мәңгілік мекен еткен. 1870 жылдың көктемінде Маңғыстау қазақтарының патшалық Ресей отаршыларына қарсы Досан мен Иса бастаған көтерілістің тарихи маңызы зор оқиға болды. Оның негізгі себептерінің бірі 1867-68 жылдары уақытша ережеге байланысты түтінге салынатын салықтың еселеп өсуі болатын. Адай руынан өрбеген бұл қозғалысты күшейту үшін Ресейден подполковник Рукин бастаған арнайы жазалаушы отряд жіберілді. Бұл отрядты Үшәуіз жерінде Досан мен Иса бастаған көтерілісшілер тас-талқан қылып жеңіп Рукинді өлтірді. Бұдан кейін басқыншылар Александровск портына шабуыл жасайды. Алайда Ресей әскерлері қамалды ала алмай, амалсыз шегінуге мәжбүр болады. Міне осындай саналуан қақтығыстарда бірнеше мәрте ерекше ерлік көрсеткен Дәулеталы Досан арыстан жүректі айрықша тұлғалы азамат екендігін аңғарта түсті. 1876 жылы 11 ақпанда фортта түрмеде қайтыс болған Досанның денесін кезінде өзі қоныс еткен Бодашы жеріндегі Қаратөбе қыратына әкеліп жерледі. Ерлік елге мұра, ұрпаққа үлгі. Десек те ел тарихынан елеулі орын алған Иса Досан көтерілісі өз дәрежесінде ескерілмей келгендігі де ақиқат. Ол туралы батыр ұрпақтарының бірі Зерделі ақсақал Естерек Жаманбайұлы кезінде өз пікірін былайша айтқан болатын. Зерттеген тек қана Бекмахан. 9 класста жарты бет бар. Содан басқа ештеңе жоқ. Манас Қозыбаевтың баяндамасында қарадық, Иса Досан туралы айтар ма екен деп. Өзбек Әлі Жәнібектің баяндамасында оқыдық, айтар ма екен деп. Сосын президентіміздің баяндамасына да қарадық. Үшеуіне де қарап таба алмадық, сосын оқындық. Осы тарихқа кеткен сол қасіретті қате, сол күйінде әлі келеді екен. Әлі ешкім зерттемеген екен деп. Соған қарнымыз ашып кетті. Көлеме жөнінен, жойқындығы жөнінен, тазалығы жөнінен бұл Кенесары Наурызбайдан кейінгі қозғалыс. Және ең соңғы Қазақстан бойынша. Бұл 1869-1974 бойы. Ең соңғы патша үкіметіне қарсы қозғалыс. Және бұл туралы әңгімені көп айтқызбады ғой. Біз орыстармен дос едік. Дос болғандықтан бұл орысқа қарсы шабуыл жасаған батырды мақтауға болдым. Ал Досан көтерілісі жайлы айтулы қаламгер Әбіш Кекілбайұлы былай деген еді.
Исадөсөн көтерілістің үлкен көтеріліс болды. Бұл көтерілістің нәтижесінде бұл өлке өте бір бағынбайтын өлке ретінде жаман атаққа ие болды. Табиғат жағынан да оқшаулатқан халық, енді саяси жағынан да оқшаулап қалды. Коллективтендіру кезеңінде тіпті ерекше көзге түсті. Сталиннің тұсында шаруа көтерілістеріне өте қатты шүйліккен кісі болды. Ақыр аяғына дейін көп қарсыласқан елдердің бірі Маңғыстау өлкесі болды. Бұл өлкенің мәдениет жағынан, рухани жағынан, саяси жағынан кенделуі ұзаққа созылды. Үлкен білікті кадрлар, мамандар өте аз дайындар. Жаңадан келген өндірістік мекемелер жергіліктердің дүкенінде тұрған сіріңкені алмайды. Оны самолетті үлкен жерден алды. Осы 80-ші жылдардың ортасына дейін сол сақталынды. Ел үшін жасалған ерлік қай кезде де ұмытылмақ емес. Қалың елі әр кезде де өз батырына ыстық ықыласын танытып-ақ келеді. 1997 жылы Маңғыстау ауданының Шетпе кентінде есімі ел жадында сақталған Досан батырға еңселі ескерткіш орнатылды. Оның салтанатты ашылуы барынша мерекеліге ұласты. Досан батырдың ерлігі бәріңізге де белгілі. Мынау азуы 6 арыс, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, нағыз басқыншы Ресей патшалығына жалаң қылышпен қарсы тұрып, 4 жыл бойы ешқандай кедергі бас имей, ақыры осы жолда шейіт болған біздің Маңғыстаудың тәуелсіздік туын тұңғыш көтерген қас-батырын ардақтап, аялап, бүкіл Маңғыстау батырларының символы ретінде осындай өмірге әкелген бүкіл азаматтарға, ауданның әкіміне, барша осы іске үлес қосқан бүкіл елдің азаматтарына шексіз алғыс, мың мәртебе алғыс. Ал 1998 жылы Қаратобай жерінде облыстық дәрежеде 3 атаға арналған айтулы ас шарасы өткізілді. Ол есімдері ел жадында сақталған біртуар тұлғалар Досан, Шотан, Абылға арналды. Сондай-ақ тарихи Үшауыз жерінде Досан батыр бастаған көтерілісшілердің рукин жасағын талқандаған жерге кезінде таушық шаруашылығын басқарған Тұрар Жолдыбаевтың бастамасымен еңселі ескерткіш бой көтерді. 2010 жылы кезінде ер Досан тұлпарының тұяғы тиген тарихи мекен Форт Шевченко қаласындағы еңселі тау басына Досан мен Исаға зәулім ескерткіш орнатылып салтанат құрды. Айтулы халық ақыны Сәттіғұл Жанғабылов Досан батыр тарихи дастанында Досанның ең соңғы қоштасу сөзін бұлайша өрнектеген болатын. 8 арыс адайда ел қорғайтын ерлер көп, әруақтарға сыйынсын, қолға түсіп қапыда, арманда кетіп барамын, құлдығынан патшаның қорғай алмай елімді, Маңғыстаудай кең жайлау, туып өскен жерімді, тағыда бір аманат. Ұрпақтарға кейінгі, алыңдар менің дұшпаннан, ала алмай кеткен кегімді. Мың жайды мәндісін мәндемесін, менен уақыт жасырып бәлденесің, талай сырды талай жыл көміп кеткен, туған жердің молағып бел дөңесін. Маңғыстаудың маңдаласының сан қыраттарынан орын алған кесене құлпытастарды көргенде Қадыр ақынның осы өлең шумағы иесіңе оралады. Олардың қатарында тарихи қауымдарда жерленген Дәулеталы руының елге белгілі адамдары да бар. Осы қауымда орын алған тарихи тұлғалардың бірі Олжа. Досан батыр деген мына тәуелсіздік жолында 1870 жылдан бастап мына немен патша үкіметімен соғысқан. Осы жерде үлкен қол жинап, сонда Алғи дейтін інісі бәрі бірге болған. Сонда сол Досан батырдың жаңағы көтерілісі жеңілгеннен кейін Алғилар Досан порттың түрмесінде азаппен өлген. Ал Алғи деген 17-18 адам деген Сібірге айдалған. Сібірге каторгаға айдалып, соның ішінде Дихан дейтін де Дәулеталы бар, о да батыр кісі. Сол кеткен 18-19 адамның ішінен жалғыз Дихан 8 жылда қайтып келген жаяу. Сібірден қашып келген. Басқа сондағы сол Алғидың сонда қалған баласы осы Олжа деген. Олжа деген. Иә, Олжа деген сол Олжаның тамы. Соған өзі сол артынан бай болған.
сондай жағдайлы, сондай жақсы адам болғаннан кейін, осындай үлкен белгілі адам болғасын, белгілі адамның баласы болғаннан кейін осындай үлкен тамсанып, белгілі үлкен сөйтілген олжа қауым деп аталған. Ейтен Ағорпасы қауымында әйгілі Досан Батырдың серігі әрі туыстаушысы болған ер жүрек тұлға Дихан баба жерленген. Сомлы Дихан дейтін кісі сол Досанның соғысы жеңіліп, Досан қолға түскенде сол тұтқынға айдалып, каторгаға айдалған 19 адамның ішінен 8 жылда жалғыз қашып келген адам жаяу. Сол каторгадан, Сібірден, ет жеккенден дейді ғой енді қазақтар. Сояқтан жалғыз өзі келген кісі осы кісі. Сонда енді мына ауыз екі шалдардың әңгімесінде Столовойдың бір пышағын ұрлап алып барғаннан кейін қаруым сол 2 жыл дегенде бір екі қарауылды құлатып қаштым депті ғой. Содан ағаштың басына шығып бағдарлап алам бағытымды жұлдызды қарап. Сол кетіп баратқанымда жолда Алғи Досанның інісі сол жүре алмай жарадан жаңағы азаптан жолдан жығылып жүре алмағасын 3 күн желкесінен киімінен тісімен көтеріп жүрдім депті. Жығылса орыс тарап тастайды. Жайып айдаған ғой. Сол не керек 3-ші күн мен де жығылдым, одан жығылды, сол жерде ана орнынан тұра алмағасын атып тастап кетті айдалаға. Соны көмілмей кеттік, өкінетінім сол депті ғой келгенде. Мен соны көмілмей кеттім деп, осы жерде бір ағайынның азында үлкен кісі қайтқан, соған көп жұрт жылап атқанда соған ұрысқан екен дейді сөйтіп. Бұлау деген ақ өліммен өліп атқан адам бала шағасының алдында Алғи олды кеше айдалада көңілсіз қалды деп мына кісі келіп ақырып сол жерде кейіп ұрысқан екен дейді. Тұрым қауымында кезінде бай, көпке қайры тиген Сақи мырза болған Қоштай Жолымбетұлының бейіті бар. Бұл Қоштай деген адамымыз үлкен бай, Сақи мырза кісі болған дейді. Бұл ауыл еліне, бүткіл маңайында халқына пайдасы тиген, тек бай болмаған, барлық сауыны, елдің, халықтың сауыны, жаңағы соғымы деген сияқты қолын қақпаған ешкімнің. Бірақ сонда да байлық ортаймаған бұл кісінің, сондай үлкен бай болған кісі екен. Және белгілі бүткіл осы мен қазаққа белгілі кісі болған. Ертеде осы Маңғыстауда үлкен жұрт болып бейтеректе. Маңғыстау түгел жұтап қалды дегенде келесі жыл жасшыға шұбырған айдалған жылқы осы бері қарай келатқан. Бұғаяқтан дегенде сол тоқтан Қызылорда арғы бет сырдың бойынан айдалып келатқан жылқы екен дейді. Маңғыстау жұтап қалды, Қоштай жұтап қалды деп соған келатырмыз деген. Жаңа алып келатқан мал екен дейді елдің, халықтың сол түгел сондай танымал адам болған ғой. Сондай былай бүткен саудагерлер, нелер, жат жұрттықтар болсын, бәрі келіп бір соқпай кетпейтін сондай белгілі орын, сондай үлкен адам болыпты. Тіпті бір кетіп баратқан бір керуеннен саяхатшы бір 2 араб далада қаңғып қалған. Соларды тауып алып әкеліп ауылына қонақ қылып, артынан туытына еліне кетіп баратқан керуенге ілестіріп жіберіпті жаңағы кісілерді. 2 араб дейді енді, білмейміз. Сол артынан белгілі бір жылдардан кейін тұна Меккеге жаңағы қажылыққа барған адамдар Меккенің қақпасының алдында Қоштайдың суретін көрдік. Сол манағы келген арабтар деген суретші сондай адамдар екен. Сондай бір адам көрдік қазақтың Маңғыстау дейтін жерден. Сол адамның мынау бейнесі деп соның суретін неге салып қойған екен Меккеде қағбаның алдына дейді. Яғни қақпасынан бері Меккенің алдындағы дейді. Соны көрдік деп айтып дейді қажылыққа барып келген адамдар. Сондай адам дейді, өзі келбетті, ат көтере алмайтын, ірі сондай кісі болған. 5 баласы, 5 ауыл болған, балдары шетінен балуан, сал сері, өнерлі сондай адамдар болыпты. Ғасырдан ғасыр аттаған, өткенді сырғып сақтаған, тамыры терең тарих, аңыз ғып ұрпақ жаттаған. Дәулеталының құлбарақ тақтасынан тараған ұрпақтарға 2013 жылы олжалы жыл болды деп айтуға болады. Бұл жылы олар сан жылдар бойы белгісіз болып келген бабаларының зираттарын тауып, олардың рухтарына тағзым етті. Сейсем ата, бұл Адай тайпасының аса қастерлі орны. Бұл
осы елдің небір даңқты тұлғаларының мәңгілік мекеніне айналған киелі қорым. Кезінде ел тірегіне айналған батырлардың, билердің, бай мырза сахилардың, басқа да тұғырлы тұлғалардың бейіттері осы қорымда. 2013 жылдың 27 қыркүйегі күні Құлбарақ ата ұрпақтары осы киелі қауым басына жиналып, аталар әруағына арнап садақа берді. Оған аталар ұрпақтары әр тұстан жиналды. Ол бейіттері анық табылып, бастарына мәрмәр тастан белгі орнатылған аталарды ұрпақтарымен табыстыру шарасы болатын. Келушілер алдымен Сейсемата әулиеге Құран оқып зиярат етті. Одан соң жиналғандар Үсен ата қойылған ескерткіш белгісінің жанына келді. Төрт бұрышты, тегісте ауқымды, ауыр тастардан сандық қалпында жасалған еңселі бұл ескерткіш 719 санымен белгіленген. Оған қолданылған әрбір тастың салмағы шамамен 300-400 килоны құрайды. Бағзы бабалар ол тастарды бұл жерге қалай әкеліп, қалайша орнатқандығы еріксіз қайран қалдырады. Бұл белгі осында жерленген Үсен атаның елге ерекше қадірлі азамат болғандығын айғақтай түседі. Сонау 2012 жылдың 25 қазаны күні Нұриддин молда біздің өтінішімізбен Сейсемата қауымына келіп, облыстық тарихи ескерткіштерді қорғау мекемесінің бастығы Нұрлан Құлбаевтың дерегі бойынша бабаларымыз басына қойылған тарихи ескерткіштегі жазуларды нақтылап, былайша оқыған болатын. Мынау араб әрпіндегі Т, яғни екінші әріп. Мынау Л. Мынау Л келеді, мына мим дейтін әріп келеді. Сонда Т, Л, М, мынау С дейтін әріп. Бұл араб несінде тілеміс деген сөз. Тілеміс, мынау Б дейтін әріп, мына қапталында А дегені бар. Ба, И. Тілеміс бай. Міне бин деген сөз міне тұр. Бин. Яғни баласы. Мынау арабта Х дейтін әріп бар, С, Н. Құсен. Негізі бұл Құсен емес, Үсен болады да біздің қазақта. Үсен дейді. Үсен бай. Яғни тілеміс бин, тілеміс бай, бин, Үсен бай деген кісі. Ұлы Үсен бай. Үсен бай деген. Бұл енді Үсен атамыздың балдары Үсеннен Үйтолы, Төлебай, Білкен, Өзенбай, Құлбарақ 5 баласы. Содан кейін жаңаға Тайжығар, Қойжығар дейтін 2 баласы. Содан кейін Жабай деген 1 баласы. 8 баласы болған ғой барлығы. Әрген 5 Үсен деп атайды. 8 баласы болған. Ең үлкен атамыз осы біздің. Нөмірі 719 белгідегі сандықтас жанында Үсен атаға қойылған құлпытаста мынадай анықтама жазылған. Жары Дәулеталы, Тілеміс ұлы Үсен, 18 ғасыр, би Сахи мырза. Одан әрі ұрпақтар Құлбарақ ата ескерткішіне келді. Нөмірі 580 санымен белгіленіп, Құлбарақ атаға қойылған ерекше өрнектегі әсем құлпытас осында жерленген адамның елге елеулі жан екендігін аңғартқандай. Құлпытастың қас шебердің қолынан шыққан туынды екендігі танылып тұр. Адай руғы, мынау Мұңал тайпасы деген сөз. Мұңал тайпасы. Үсен бай аймағы. Мынау Үсен бай аймағы. Мынау Құлбарақ деген, мынау Қ, үстіндегі мынау 2 ноқат. 2 Қ-ның үстіндегі. Мынау бұлай сына тек түсіп кеткен. Мына Қ, мына кейін У, Қу, мынау Ил. Мына жердің неткен құл. Мына жерде Б, Р, сосын Қ деген бар. Құлбарақ деген сөз. Құлбарақ. Құлбарақ деген сөз мынау. Құлбарақ. Офат болды 78 жасында. Яшында деген, жасында деген сөз. 78 жасында деген сөз.
атамыз көптен табылмай жүрген Құлбарақ атамыз да бүгін осы мына азаматтар болып, тумаластар болып, мына Шешем ата басына қорымға келіп отырмыз. Бұрында да бірнеше рет келіп, осы келіп жүргенбіз, іздеп таба алмай жүргенбіз. Исаман деген. Исаман ғой, Исаман. Исаман. Сосын мынау Қ. Мына У. Қу. Мынау әріптің Ж деген әріп. Мына жимнің асты мін тұр. Қожыр. Мына баласы деген. Мына бұның асы мында қойған. Мына ләмәліп мында бала, мына С. Қожыр баласы. Сосын мына Уа. У деген сөз оны орнату. О, мына Ф деген сөз. О, Ф, мына Т. Офат деген сөз. Мына 16 деген әріп біздің неде. 16 жасында деген сөз. Жасында. 16 жасында депті. 1862 жылда депті. 1862 жылда. Қожырдың баласы. Дәулеталы, анық жазылған бөлімі екендігін Исаман Қожыр баласы. Міне осылайша көңілдегі күдік сейіліп, сан жылдар арман болған аталарымыз алаңсыз алдымыздан шыққандай болды. Нөмірі 42 санды Есаманға орнатылған құлпытаста мына сөздер ойылып жазылған. Адай, мұңал, жары, Дәулеталы, Қожырұлы Есаман, 1846-1862, тумаластарынан ескерткіш 2013 жыл. Міне осылайша әйгілі Сейсем ата қауымынан мәңгілік орын алған Тілеміс ұлы Үсен, Үсен ұлы Құлбарақ және Қожыр ұлы Есаман бабалардың ғасырдан ғасыр аттап ұрпақтарымен табысуға арналған салтанатты рәсімі осылайша өрбіді. Сөйтіп 2013 жылдың 27 қыркүйегі Құлбарақ ата ұрпақтары үшін тарихы мен тағылымы мол, есте қаларлық елеулі күн болды. Бұл Үсен, Құлбарақ, Есаман бабалардың сан кезеңдерден соң ұрпақтарымен қайта табысып, тарихқа қайта оралған елеулі оқиға болып ерекшеленді. 2014 жылдың 14 мамыры күні Шебір ауылы аумағындағы Жапалақ жерінде бабалармен табысудың игі қадамы одан әрі жалғасын тапты. Ол Дәулеталы Ақбала ата қауымы деп аталатын киелі жерде өтті. Бұл Құлбарақ ата ұрпақтарының қауымы. Бұрын осы жерде Құлбарақ баласы Қожырдың ұлы Ақбалаға орнатылған күмбезді там болыпты. Алайда уақыт өте ол там құлап, бүгінде төбешік топыраққа айналған. Ата ұрпақтары осы қауымдағы бабаларды да анықтап, олардың бастарына мәрмәр тастан ескерткіш белгілер орнатты. Бұда жазылған ұруы жары Дәулеталы Құлбарақұлы Қожыр, Бай Сахи Мырза 19 ғасыр, Жақсан кішінде 1810-1890 жылдары. Ұрпақтарынан ескерткіш 2014 жыл. Құлбарақтың Қожыры Қайғазақтан кемеде биіктігі паналы Асқартау мен теңеді. Сәтті құлақын. Мынандай болып мінеке әдем болып шықты. Күрмеу мол күрделі кезеңде тұйықтан шығар жол тауып, мыңғыртып мал өсіріп, еліне шапағаты тиген Қожыр атаның өз заманының көрнекті тұлғасы бола білгендігін байқауға болады. Әрине, ол ұрпақ мақтанышы. Одан соң осында жиналған ұрпақтар Қожыр ұлы Ақбала белгісі жанына келді. Құлпытаста руы жары Дәулеталы Үсен Қожыр ұлы Ақбала Бай Мырза 19-20 ғасыр деп көрсетілген. Аллахуме Раббана атна фи дүнияс. Ахират оқасанықтар ахина ғазаватнар. Рахметика ярам. Суқа үстініміз. Дейбесін атау. Желей көржебей. Аллах. Мұнда енді
Ұрығы жары Дәулеталы Үсен Қожырұлы Қызыл 1840-1918 жылдары өмір сүрген, ұрпақтарынан ескерткіш 2014 жыл деп жазылып тағы. Айтып беріңізші Қызыл атамыз туралы. Қызыл дейтінгісі, бұл да Қожырдың баласы. Бұл сол 18 жыл қайтыс болғаннан кейінгі уақытта бұл енді өзі сол өзінің көзі тірісінде бұл да жолдан адаспайтын адам екен. Мына жазуда ұрығы жары Дәулеталы Үсен Қожыр келіні Қарашолақ Зайыбы Қант деп жазылған 1846-1918 жылдар. Ұрпақтарынан ескерткіш 2014 жыл. Бұл кісі туралы сіз не білесіз аға? Бұл Қарашолақ дейтінде осы Қожырдың баласы. Қарашолақтың да өзіндік несі дәулеті уақытында өзіндік зайыр болған адамдар дейді. Бұл енді Қарашолақтың ол енді баяғы ненің уақытында революциялық не жоқ болып кетті ғой. Тоны балдары бар, тоны Жамбылда деді. Міне Дәулеталы, Құлбарақ ата ұрпақтары өздерін осындай текті тұқымнан тарағандығын мақтан ете отырып, соған сай болуға талпынады. Олар Маңғыстаудай ұлы елдің, адай атты өр ұрудың бір бәйтерегі болғандығын мәртебе санайды. Тек даңқты бабалар салған абыройлы ақ жолмен туыстық туын жоғары ұстап, өсіп өркендей бер жас ұрпақ. Екі 2011 жылдың 8 қазан күні Маңғыстау өңірінің даңқты мекені Қаратөбе жерінде бабалар рухына ас беріп, тағзым ету рәсімі өткізілді. Оны елге белгілі қайраткер азамат Сақып Бүркітбайұлы ұйымдастырған болатын. Қазан айының 8 күні Дәулеталы ұрпақтары осынау тарихи мекен Қаратөбе жеріне жиналды. Ол 18 ғасырда өмір сүрген Дәулеталы ұрпақтары Тілемісұлы Үсенге, Үсенұлы Төлебайға және Үйтолға арналып орнатылған ескерткіш белгінің асылу салтанаты болатын. Бұлар да өз заманында ерекше қасиеттерімен дара танылған тарихи тұлғалар. Үсен би жан-жағына қайырымды сақи әрі ерлік қасиеттерде бар адам екен. Ол Назарлы Шотан батырмен бірге Маңғыстауға қоныстана бастаушыларға жер су үлестіруде адайдың 8 арыс жары ұруының қоныстарын бөлісуге атсалысқан. Ал Төлебай болса әруақты батыр. Ол туралы аңызда оның үстінде ақ бұлт көшіп жүреді екен. Астындағы ат шөлдесе, әлгі бұлт жауын жаудырып, атты суаратын көрінеді. Ол оның әруағы делінген. Сондай-ақ Үйтолы көзінің тірі кезінде-ақ әр алуан қасиеттермен танылған көріпкел емші, киелі адам болыпты. Өлі жебемей тірі баймайды дегендей, асқа жиналғандар осынау 3 тарихи тұлға құрметіне ұрпақтық ізеттерін білдіріп жатты. Құрметті ағайындар, менің атым Жеткізген. Жылой өңірінен келдік. Біз Жылой өңірінен 15 шақты үйдің азаматтары келіп тұрмыз. Атамыздың асына қатысайық деп, осы Маңғыстаудың жеріне, бұл сіздердің осы ежелгі халықтың айтуы бойынша 7 жұрт келіп жер кеткендей, соның осы Үсен атамыз осы араға келіп бірінші қоныстанып, содан кейін осы араға ел болып, Дәулеталы бүткіл адай халық осы араға қоныстанған деп естиміз. Оған да біз үлкен төбеміз көкке жетіп, мәртебеміз өсе береді. Себебі енді мынау біздің Жылой өңірінен 130 үй бар Дәулеталыдан. Енді мынау біз көп келе алмаған себебіміз, біздің жерде мынау
адайдың 6-5 абыздың бірі Сәттіғұл атамызға, Аралбай атамызға ас беріп жатыр. Бүгін 8 күні жазда осы кесене салған. Соған байланысты көптеген ағайындар сояқтай бөлініп қалды. Мына өзімнің інілерім менен Шынжырбайдың ағай бар, Әлібек деген бар, Мырзағали. Ол бәрін айтып, бұның бөрді несін айтам енді оның. Бәріне біле жатасыз ғой енді. Ал енді осы ас қабыл болсын деп келіп жатырмыз. Ағайындарға бірге болайық деп, көрейік деп. Ал енді қалайық, мынау Бейнеу ауданынан осы Үсен дейтін шалдың астына келіп жатырмыз. Бұл Тілемісұлы Үсен дейтін кісі үлкен құлама адам болған адам, әруақты адам болған адам. Кешегі 7 ел келгенде 7 елдің артынан келіп тұрып, Шотанменен осы Үсен екеуі келіп жерді 8 арыс түрікменді қуғаннан кейінгі жерді алған адам. Жерді бөлгенде мына Бодашыны осы Дәулеталы ауылының тайпасына берілген, Егдір мен Чәудір дейтін қоныстанған мынау Тәстемір менен Бектеміс ауылдарына беріп бөлген. Қаратауды Тобыш ауылына берген. Зорбайдың бір бірасы 10-ны берген. Міне осыны бергеннен кейін қолқат кілең ақсақал билер дұрыс деп есептеген. Бұл кісінің қасиеті сондай адам, бұл мыңғырған қой менен, түйе менен, жылқымен келген адам. Мына Бодашының жеріндегі мына Қаратөбені сол кісі алған. Біз күндердің күні болғанда осы арадан боламыз. Мал да, адам да, жан да деп. Бұл 7 елдің кетіп келген мынау ноғайлық. Досан Батыр кәкеден тарағанбыз. Досан Батыр кәкенің Бөрібай деген шалынан. Енді бүгін мінекей осы бүткіл осы Маңғыстауды, Аржағы, Атырауды жан-жақтан келіп отқан ағайындардың барлығының басын қосып жасап отқан мына Сақып ағамызға көп рахмет айтамыз. Себебі мына осы жерде қалған 3 күмбезді тамды білмей, соны зерттеп шығарып, осы Үсен кәкелеріміз екенін біліп, осыған осындай ескерткіш орнатып атқанда бізде қуанып жатырмыз. Соның арасында осы Жаңаөзен қаласындағы 50-60 шақты Дәулеталы жарлардың ауыздарын біріктіріп осы жерге келіп жатыр. Сол ауылым Шетпеде тұрады. Бұл енді осы Үсен атамыздың Құлбарақ деген баласының мен дейтін осы Үсен атамыздан 6 жердемін, өзімменен 6-шы ата атамын. Үсен атамыз Дәулеталының немересі. Мұндағы келіп отырған мақсатымыз осындай хабар келгеннен кейін осы асқа бірге болайық, ағайын тумаластармен танысайық, бірге көрейік деп. Таңертеңде осы сағат 6-да пойыздан 15-тей Құлсарыдан адамдар келді. Сол адамдарды күтіп алып, үйге қонақтап, соларды бүгін осы пойызға шығарып салуымыз керек. Енді кездесудің басты себебі сол 98 жыл аста күні бүгін дүниеден өтіп кеткен, өзімізше сол уақыттағы шежіре өткенді көп көрген, баяғы ескі үлкен шалдардан әңгімелерді бізге жеткен, сол ақсақалдардың бізге берген бір тапсырмасы болады. Шырақтарым, қателеспесек осы Қаратөбе қауымында тек Досан жатқан жоқ. Досанның әкесі тәжі жатыр, оның тумаласы әжі жатыр. Одан ары қарай барғанда тұна Төлебай дейтін, Итөл дейтін әкелерің жатыр. Ал бәріміз Дәулеталы деп аталамыз ғой. Дәулеталының қайда қалғаны белгісіз. Әйтеуір Маңғыстаудың ойында да қырында жоқ. Бірақ сол Дәулеталының 4 немересінің бірі Үсен жаты дейтін әңгіме айтылады. Енді Үсен дейтін Дәулеталының ішінде көп дүреген, көп ел ғой. Сол енді қалған Итбатыр дейтін екінші немересінен де мінекей бүгін адамдар келіп отыр. Дәуқара Жанқара дейтін ағайындарымыз енді бұлар көбі мынау Атырау облысында, Құлсары маңында. Олардан да мінекей бүгін 15 жігіт келіп отыр. Құдайдың берген емес пе? Бір кезде тағдырдың әртүрлі жағдайменен бір суда бір қоныс тұтқан ағайын мінекей қазір жағдайдың жақсаруына байланысты қайтадан кездесіп отырмыз. Сондықтан осындай кездесулеріміз және жақсылыққа кездесуіміз әр уақытта көбірек болғай. Қаратөбе, ер досандар мәңгілік мекен еткен, бұл төбе, дара төбе.
ұрпақтарың жиналды тағзым етіп, үй толы Үсен Төлебай бізді жебе, Дәулеталы тайпасы ұранындай, атыңнан айналайын қара төбе. Енді бүгінде арамызда жоқ, бейнесі бейнеқорда сақталып, елеулі есімі ел есінде қалған Дәулеталы руының тұлғаларына тоқталамыз. Бүркітбай Керелбаев 1902 жылы туған, жыршы шезіреші. 1939-50 жылдары Таушық көмір шахтасында көмір қаздырып, Ыстаханов шаталған. 1966 жылы Сәттіғұлдың 100 жылдық мерейтойында жыршылық өнерімен бас бәйгені жеңіп алған. Ал енді бүкін бұл жаңағы сен айтқандай өткен Абыл Ақтан Нұрым қашаған Аралбай жырларын, кешегі мына біздің Сәтекеңнің жырларын халыққа насихаттап өткен ақсақал. Ей, ар жағын айтсам ай, жаулы деп, халыққа бекеттің белгілі болдың ай, пірлігі, бірәрсің ай жарының, Дәулеталыда болғанда, іші әшіңді толғанда еледі. Озып жүргенде алтын ай, сақилық пен байлық ай, батырлық, сақилық байлықта батырлық бұл күндегі де өнерің. Ана алғимен досаң кешегі бұл таймайтын көглал береді. 80 орыспен өлтірді, рүкен сықыл түреніп, беттескенде дұшпанды жерге жаншып жебеді. Бұда шықтың ішінен кешегі жолын бөттің қоштайы қалықтан салтанатын асырған сақилыққа басырған біткен жоқ қазақ ұлына. Сияқат көркен бедені, дүнияда болынды ойнетілді мақсат дегені, кенжесі еді үшеннің, өзіңнің атаң, Құлбадық сабасына қажыл күнақ шалққан айдын көледі дәулеттің біткен тереңі. Сұраған күні мұқтаждың мұнан табылды талай керегі. Естерек Жаманбайұлы 1927 жылы Қызанның Жиделі жерінде туып, 2002 жылы өмірден озған. Еңбек жолын малшылықтан бастап, кейін шаруашылық жетекшісі, зоотехник, есепші қызметтерін атқарған, өлкетанушы, шежіреші, тарихи танымдық кітап авторы. Бүгін өте қуанышты күн. Бұл кісіге ескерткіш орнатылды. Халық құттықтап жатыр, еске түсті. Бұл жерде айтатын қазақта, оның ішінде Маңғыстауда батыр көп, батырлар көп. Мынау арғы Қонайдан, мына Атақозыдан бастағанда шеті жоқ. Бірақ осы Досан батырға ескерткіш ашу ауданның 70 жылдығына байланысты осы Досан батырға тоқтағаны бүкіл аудан ақсақалдарының, халқының, жұртшылығының және аудан әкімшілігінің еңбегі. Құлыбек Сүлейменов 1934 жылы Қаратөбеде өмірге келіп, 2006 жылы қайтыс болған. Аудандағы бірнеше шаруашылықтарда басшылық қызметтер атқарған, құрмет белгісі орденімен марапатталған, ауданның құрметті азаматы болған. Ескерткіші бейнесі бүгін Маңғыстау халқының арасында. Былай айтқанда 127 жылдан кейін біздің арамызға айналып келіп отыр ғой. Оны асудағы мақсат, Досан қорымен екеуін асудағы мақсат. Осы біздің өткен ата-бабаларымызды, былай айтқанда халыққа көрсету. Соның арасында насихаттау. Бұның біздің болашақ алдымыздағы өсіп келе жатқан ұрпақтарға тәрбиелеуге үлкен бұның маңызы бар. Ерлікке баулуға, адамгершілікке баулуға, имандылыққа баулуға бүлген үлкен патриоттыққа, елін, жұртын қорғауға бұның үлкен маңызы бар деп ойлаймыз. Сайын Әділханұлы 1944 жылы Қаратөбе жерінде туып, 2002 жылы дүние салған. Педагог, журналист. Жаңарған Маңғыстау газеттерінде және облыстық телеарнада журналистік қызметтер атқарған. Ол Адай газетін шығарып, өлке тарихын насихаттауға елеулі үлес қосқан Досан батыр кітабының авторы. Бұндай жаңағы қазақпын десек, ұлтшыл болдық. Бұндай жаңағы орысқа қылыш көтерген адамды жақтырмаған zaman болды ғой енді. Сосын енді мына ел болып, етегімізді жиып, тәуелсіздік алғаннан кейін жаңағы өткен кеткеніміз түскен деп жатырмыз ғой. Осы уақытта жаңағы батыр бабамыздың ерлігін жарыққа шығаруға
талаптанған әрекеттер болды. Қалмырза Жұмалиев 1919 жылы туған, соғыс және еңбек ардагері. Маңғыстау ауданында басшылық қызметтерде болған. Қызыл жұлдыз, Отан соғысы ордендері, ерлік үшін медальдарымен марапатталған. Менің ертеде бір оқығанымда осы Қарағымның ойынан Орынборға осылайға мал айдаған, керуен жүрген үлкен ұлы жол бар. Сол Арал теңізінен ағылып, Орынборға дейін сүрлеу жол болады дейтін бір не бар. Соны кеттік. Кілең бандыменен кездескен завод аттарды жемдеген, соларды байлаған. Ол жаңағы Түлеу жағының құдығы әрі тайыз, әрі не болады деген суы. Оның бірақ іштерінде адам өлген, сондай бар. Жолай алмады. Шер кеп дегіз. Бүгін жүрдік іштегі енді әрегірек жүріп өзін. Экспедицияның жолынан басқа жол жоқ. Баялыштың өзі қу. Тіпті кәдімгі жеңілдеу ана жұқалау машинаның аяғын жарып кеткендей. Ықсан Жұмасатов, шаруашылықтарда есеп қызметшісі, ферма меңгерушісі, кәсіподақ комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған. Баспасөз беттерінде естеліктерін елге жариялаған шежіреші. Маңғыстау ауданының құрметті азаматы. Жас 90-ға келсе дағы, мен де аталарға сәлем берейін, орнатылған белгіге құтты болсын айтайын деп, кәрі сүйегімді сөйлетіп келіп отырмын. Көп сөз Құранға жарасады. Кәрі адамның мүжің болмағы жақсылық емес. Азаматтар, аталар үшін кеткен еңбектеріңіз Алладан қайтсын. Бәріңнің де жайған жапырақтарың бар, Құдайым солардың қызығын көрсетуге нәсіп етсін. Сіздерді әрдайым аталардың әруағы қолдағай. Қылышбай Құрақов, соғыс және еңбек ардагері. Отан соғысында неміс тұтқында болып, одан қашып шығып партизандарға қосылған. Кейін неміс тұтқыны болды деген айыппен 25 жылға сотталып, итжеккенге айдалған. Елге келгесін жүргізуші, дәнекерлеуші қызметтерін атқарған. Бірінші дәрежелі Отан соғысы орденінің егері. Есімі Маңғыстау энциклопедиясына енген. Ақылақ деген бір зат бар екен. Ақылақ деген сөз адамның енесінен, шешесінен түскенде суырып алып, шайып алып, қолына бүйтіп ұстап отқанда сол толық ақылаққа жатады екен сол адам. Ондай аппақ болу керек, арам болмау керек, сұм болмау керек, таспау керек, өзін жоғары санамау керек, кісіге зарар салмау керек, біреуін біреу қамдау керек, жақсылық бағытты игеру керек. Мизанбай Сәрсенбаев, жоғары білімді ұстаз, Калинин, бірінші май мектептерінде ұзақ жыл оқу ісінің меңгерушісі болған. Қазақстан халық ағарту ісінің озат қызметкері, Маңғыстау ауданының құрметті азаматы. Бұл шараның өзі бәсеке бәйге емес, байлық көрсету емес, ондай асып баратқан байды емеспіз, бірақ рухымыз бай, баламыз аман, басымыз түгел болғаннан кейін осы аталарымызды еске түсірейік. Ел осылардың осындай аталары болған екен. Обай қыстарға ең болмағанда осындай жағдайда отырып бір садақа бермеді деген әңгімеден бір жағынан құтылайық деп. Екінші жағынан олардың рухы жемей берсін деп осындай аз өткізіп жатырмыз. Сақып Керелбаев, қоғам қайраткері, 3 жоғарғы оқу орнын бітірген, облыста бірнеше басшылық қызметтер атқарған, облыс әкімінің бірінші орынбасары болған, шебер ұйымдастырушы, облыстағы 3 ата асы, Шотан батыр, Сүйінқара батыр, халықаралық дәрежеде болған Бекет атаның 250 жылдық астарын басқарған. Маңғыстаудағы 360 әулие және басқа да бірнеше танымдық кітаптардың авторы. Сұрасаң руымды Дәулеталы шежіре кітабын шығарып, Дәулеталы ата кесенесін тұрғызуды ұйымдастырған, құрмет орденінің егері. Халықтың Бекет атаға деген ықыласы өте ерекше болды. Бұл ұлтына, руына, нәсіліне, жынысына қараған жоқ. Адамдардың бәрі Бекет атаға байласын мынандай шаруа дегенде, бір адам болмасын деген жоқ, қолдан келгенше көмек тигізуге тырысты. Мінекей, көп түкірсе көл деген, ол уақытта экономиканың жағдайы өте қиын, қазіргідей жағдай емес, тіпті қаржы жоқ. Мекемелер ең бақсын берілмей, сол уақытта көшеде жаңағы әртүрлі саланың қызметкерлері қайта-қайта митингіге шығып жүрген уақыттар ғой, пенсия, пособие, стипендиялар берілмей деймін. Осындай уақытта жаңа шыннан да мынандай жұмысты атқару бұл оңайға түскен жоқ. Айдан Бүркітбайқызы,
Облыс өңірінде ұзақ жылдар бойы дәрігерлік қызметтер атқарған. Маңғыстау облысының 20 ғасырдағы үздік медбикесі, құрметті атағының иегері. Республика денсаулық сақтау ісінің үздігі, құрмет белгісі орденімен марапатталған. Есімі Маңғыстау энциклопедиясына кірген. Туған тумадастарым бүгінгі жасап атқан астарын қабыл болсын. Бұл деген көптен бері мына біздің ауылдың осы туған тумадастарымыздың ойында жүрген шарет бүгіндегі міне жақсы өтіп жатыр. Ауа райы да осы біздің тілегімізге байланысты күн жылытып табиғаттың мынандай тамаша күнінде мынандай аст өткізіп жатырмыз. Дүйсенбі Бекмұратов, ауыл шаруашылығы маманы, Маңғыстау ауданының шаруашылықтарында басшылық қызметтер атқарған. Халықтық бақылау комитетінің құрмет грамотасын алған. Әдеби кітаптар авторы. Сұрасаң ұруымды Дәулеталы шежіре кітабын шығарушылардың бірі. Бір кездегі 30 мың қой, 3 мыңға тарта жылқы, 100-ге жуық түйенің бір 3-4 жылдан кейін саны 60 мыңға жақын қой, 6 мыңға жақын жылқы, 300-ге тарта түйе малдары өсті. Өткінші өмір көшінде жылыстап жылдар өтеді, қимас жандар бейнесі елес боп мәңгі кетеді. Есте қалған есімдер сағыныш болып жетеді. Тату ел тайғұлындай тебіседі, егессіз екі айтқызбай келіседі. Осыдан 3 ғасырдай бұрынадай осынау кең түбекті бөліседі. Ер шотан Дәулеталы Үсен бабам сөзіне тоқтабадай сеніседі. Жиделі Ақшымырау жеті төбе есетпен қарағайлы өріседі. Ағорпа көжемменен қара тұрым созылған жонды бойлап жол шегі. Ортеспе қара төбе керел маңы байырғы бабалардың қонысы еді. Уаміне сол қоныста кім өтпеген, ел үшін маңдай тері шүмектеген. Жарыдан өткен жаугер елің бар ма, жарқылдар жұртын сүйген жүрекпенен. Найзаның ұшын өліп намыстуын тағдыры туыстасқан түбекпенен. Татаусыз тату болсаң жарыдай бол, арассыз арасынан қыл өтпеген. Атағы естілгенде жарылардың, жау бар ма жан жүрегі диретпеген. Середей сеңгіз өркіш, сеңгір өркіш сегіз арыс, бұл елден неше дүркін дүретпеген. Жарының бір тайпасы Дәулеталы, жарасқан сәні менен сәулетәлі. Тараған тілеу берді тілемістен, келеді тамыр жайып әулетәлі. Қос арыс домбыраның шегіміз, болмаған биік еріне шеріміз. Қошақтың құмыжақтан аттанғанда, ошақтың боздақ болған түсеріміз. Қинасан қияметте кешпей тұғын, сыйласан кіші пейіл кішеліміз. Баталып бабасынан бақтарған, біздағы тілемістің үсеніміз. Әрине Дәулеталы бәрағайын, іргесі сөгілмеген әлағайын. Толқытып ту түбіне жинағанда, қорқытып қас түшпанды келағайын. Үсеннің 5 баласы 5 тайпа ел, Үйтолы Өзенбай мен Төлебайым. Құдайдың көзі түскен құдіретті құлбарақ білген деген ерағайын. Үй қылған Үйтолы мен еншілес қып, жолы бір жобай баян телағайын. Баласы 5 Үсеннің атқа қонса, ер алмай тұралмаған ерадайым. Төлебай төбесі көк тірегені, көті бар арыстанның күйеу еді. Азығы 6 қарыс әлімдердің алмадай ару қызы сүйеу еді. Бабамның басында бір қара бұлты, қайда да бірге көшіп жүрер еді. Ашуы айдақардың деміндей боп, аузымен қызыл жалын көріп еді. Қалмақты қашырғанда қақарымен туыстап, тұйғын құстай түлеп еді. Ең көбі Дәулеталы Үсен болса, Төлебай Үсеннің ең дүрегені. Төредей Төлебайдың 4 баласы, Озалдан от боп туған 4 баласы. Жәлімбет Жантай және Өтеміс пен Жүсіптер Семсер мінез серт баласы. Алғи мен Досан қиыр жарас және аржағы Жантай Жүсіп мерт бабасы. Адайға 6 бірдей батыр берген, халқының бола білген дерт табасы. Өткеннің өнегесін көп айтады, көп айтса көне сөзді дөп айтады. Елесін ежелгінің тірілткендей шертетін шежіреңді мұлайтады.
Хабарын бұлдыр-бұлдыр бұрынғының қара жұрт қасиетті жер айтады. Жөңкілген жер үстінде құйым болып, сырнайдай сыбызғылы жел айтады. Сол желдің айтқанына сенер болсақ, кешегі шалдарымнан кеп айтады. Бет сипап бекет атам берген бата, өтеміз би болған деп ел айтады. Маңғыстау әр шырағың маздақ екен, жырым мен қоламтаны қозғап өтем. Бабалар бар бейнетті бастан кешіп, тарихын тас бетіне жазған екен. Ендеше қабыл болсын астарыңыз, қосылсын жақсылыққа бастарыңыз. Адайдың азаматы аттан түспей, әрқашан ашық болсын аспанымыз. Қайнасын қара қазан оттан түспей, шаттықтың шашуы боп шашқанымыз. Әрдайым аруағына Құран оқып, арналсын аталарға дастанымыз. Мен бабамның тас қашап жазған сырын ашпасам, құмға көміп тастасам, онда менің туған ел ұлым деме ешқашан. Ақын Айтуар Өтегеновтың осы өлең шумағы бүгінгі ұрпақтың бағзы аталар аманатына деген адалдығы мен асқан жауапкершілігін паш етеді. Дәулеталы ата ұрпақтары үшін соңғы жылдар жан тебірентерлік жайға ие олжалы кезеңдер болды. Ол ру басы Жарұлы Дәулеталы бабаның мәңгілік мекені тарихи бейітінің табылуы. Бұл талай ата ұрпақтары армандап жете алмай кеткен ақжарма жаңалық. Алла тағала оған куә болуды бүгінгі Дәулеталы ата ұрпақтарына бұйырыпты. Ендеше бұл оқиға қалайша бастау алғандығына назар аударалық. Сонау 2013 жылы руы Тәзіке Адай Ерлан Әділханұлы деген азаматқа ата рухы аян берген. Ол осындай дара қасиетімен бұдан бұрындай белгісіз боп келген аталарды табуға атсалысқан екен. Тумаластармен болған бас қосуда Ерлан осы жағдай туралы былайша әңгімеледі. Бір андасында түсте аян болып келеді ғой кейде. Сол сияқты бір түсінде көне бейіттердің арасымен келе жатыр екен. Сол көне бейіттің жанынан өтіп, бір айрықша бейіт болды. Төрт құлақты түсте енді мен шыбықтан тоқылған шарбақтың сондай сияқты, бірақ төрт құлақты алдыңғы жағына шыққанда құлыптастың орны ойылған. Үстінде құлыптаста жоқ, таста жоқ, ашық тұр. Содан жанымен өтіп келе жатып, алдыңғы жағында, алдыңғы шет жағында бір бейітке Дәулеталы атаның бейіті деп отыр екен. Сосын тұрып алып, ұйқыдан тұрып, оның алдында да бірнеше түс көріп, аталардың бастарын тапқам. Енді ол белгілері бәрі бар, сондай аталар. Сосын мынада бір қарайыншы деп, Дәулеталы деген месторождение бар екен білем. Жылойдан Мұқыр қарай кеткен жақта. Сол жақпен сол месторождениеге бір контейнерлер апарып қойған заттарымызды. Бір жағынан бастыққа сол заттарды барып тексеріп келем деп сылтау болып, жаңа бір көлікпен шығып кеттім досымның әуетке қарай. Соның қасында інчек бар, сол бірге еріп кетті. Сонымен келіп, Қосарыдан Мұқырға қарай шығатын қара жол бар, Ақтөбеге қарай. Бұрынғы енді асфальт, сол жолмен жүрдім. Жүріп келе жатқанда 40 километр жүргеннен кейін Иманғара дейтін тауға жетпей, сол ойыста мотоциклмен бір жігіт тұрып, тоқтатады ол бізді. Тоқтап, барып амандасып, қай жағдайды біліп, біздің өзінің шаруасын айтады. Біздің өзіміздің шаруамызды айтып, осындай Дәулеталы деген атаның бейітін іздеп келе жатырмыз деп айтамын. Онда Жұбантамнан бұрылғандағы бір сап тұрған бейіт қой дейді. Сіз білесіз ғой, онда айт жіберіңізші деп. 7-8 километр жүресің, сол 10 жағында көне бейіттер болады. Сол бейіттерден шетінде жартысы құлап тұрған бейіт сол Дәулеталы атаның бейіті деп айтады ғой. Сонымен ең бірінші айтқан кісінің ізімен барып, атаның сол жерде бана келгенде бірінші өзінің тамды көрем, бейітті түсінде көрген 4 құлақты сабантаспен салынған, алдыңғы белгісінің ортасы ашық.
сол кәдімгі дәл түсіндегідей соны таңғалып сол шетінде тұрған алдыңғы жағында шетінде үлкен бейіт болған, сол жартысы құлап қалған сол белгі жоқ екен. Келіп сол жерден Құран оқып, сосын күн әлі кішкене жарық болғасын айналада ана месторождениеден барып сұрайық деп. Сол жаққа қарай жол тартып барып сұраймыз. Ол жерде ешкім білмейді атаның бейітін. Ар жағында қыстақтар бар, сонан сұра дейді. Сол жаққа барып сұраймыз. Олар да білмейді. Айтады, мына жердің бәрі Дәулет Ала атаның жері екенін білеміз, бірақ бейіті қай жерде тұрғанын білмейміз дейді. Оласы. Сонымен жақсы кеш батады, сонымен жарайды, тау келеді. Сол олар деп, сонымен кері ауылға кетеміз. Содан ол 2013 жыл болған. 2015 жылдары қалада емшілер бар. Сол бір емші көріп келді, тас ашатын бір апамызбен Гүлсара деген. Сонымен бірталай араластық, сол кісіге мән-жайды айттым, түсіндіріп. Соны алып бардым бейіт басына, Дәулет Ала атаның деп. Атыраудан. Алып барып, сол жерде сонда айтты, ол ата саған белгі қойсын деп тұр депті. Күндердің күні ұрпақтары іздейді, сол кезде белгі болу керек басында депті. Сонымен, бірақ енді мен тек Дәулет Ала ата дегенді білем. Ал кім Дәулет Ала, қалай да, ол ары қарай қалай, шынында адай ма, оны мен білмедім. Сосын жақсы тәуекел етіп кетіп қаламыз. Сонымен негізі жылына 5-6 рет Бекет атаның басына барамыз. Бекет атаның басындағы шежіреде Мұңал, Жаулы, Жарыдан 8 бала, соның біреуі Дәулет Ала деп тұрады. Соны фотоға түсіріп алам. Осы Дәулет Ала ата емес пе екен деп. Сонымен сөйтіп жүріп, бір күні Құлсарының басында басшы атаның қауымы бар. Ол басшы атаның да оның алдында бір түсінде көрген баян болды. Бекет атаның басына кетіп бара жатып, атпен аттан түсіп, басшы деген атаға соғуым керек деп, жолдан сол басшы атаның басына барып, Құран оқып отырдым. Содан кейін оны да іздеп барып, сол түсіндегі дәл көргендей көрініс болды. Ол да адай ғой, басшы? Ол да адай, иә. Содан кейін басшы атаның басына барып, Құран оқып, сол қасында Ешман деген ата бар, әулие. Біздің ұшатын Ешман дейтініміз ғой, қасында жақын. Иә. Мұқашып сонда жатыр. Сол Ешман атаның басына барып, Құран оқып кетейік деп, қасында болғасын. Сол басына барып отырып атсақ, бана құлыптасында жазып тұр екен. Жары, Дәулет Ала, Ешман ата деп. Мына жақта сол Ешман ата Дәулет Ала болған ғой деп, онда түсіріп алып, сонымен енді сол жерде Дәулет Ала атаның ұрпағы болса, жатқан Ешман ата, өзін алғанда шежіремен келетін болса, Жаналы ата Ақмешітте жатыр. Сондайға келіп, сосын көріпкелдерде дұрыс дейді ғой сенің осы ата іздегенің, атаң сол ата деп, сөйтіп ауызша дәлел дейді ғой. Сол бойынша мен барып белгі қойдым. Сол банағы шежірені алып, сол жерден сол Жары, Дәулет Ала деп, сосын астына өзіңнің атыңды жазып кет дейді, фамилияң мен атыңды. Жылын жаз деді. Сосын банағы Жары, Мұңал, Жары, Дәулет Ала деп сөйтіп белгісін қой деп айтады. Соны банағы үш указатель қой дейді, біреуін банағы жолын бойына, ол жерге енді соны банағы нақтылап жазып кет дейді, Дәулет Аланың руын, Дәулет Ала атаның руын. Өйткені іздеген адам сол тармақты іздейді деп. Сосын қалған тағы да 2 белгіні сол Жұмантамның поворотына қоям, біреуін сол бейіттің қасына қоям белгі қылып. Сөйтіп сол әр белгіні қойғанда, басына белгіңді қойғанда, Құран молда алып бар деді, қасына сол бір молда інчек бар еді, соны алып барып, екеуміз әрбір қойған белгіге Құранымызды оқып, дұғамызды оқып, барып сол 2017-нің көктемінде барып қоямыз сол белгілерді. Ауылда да бір көріпкел ағаларымыз бар. Зинеден деген, Нарыңында Зинеден дейтін ата бар ғой жолда. Әулие ата. Соның қазіргі ұрпақтарымен жақсы араласамыз. Сол Жылқышы дейтін, сол Сәт деген ең үлкен атаның ұрпақтары қазірде ең кісілерді ем жасап,
өзі баласы немересі шөбересі бәрі сынықшы емші атақты. Сол кісімен ақылдастым, шын айтқанда осы жақында. Солай жәке осындай жағдай болды, кезінде қойған, бірақ қазір сол күмәнданып қалдым. Соны сіз қалай ойлайсыз деп. Енді тектен тек болмайды ғой оның бәрі. Сенікі негізі дұрыс болу керек дейді. Ата ұрпақтары бұл мазарды айқындай түсу мақсатында ерекше көріпкелдік қасиетке ие Оразгүл Боранқызын тарихи бейіт басына апарып, оның болжамдарына назар аударған. Көбінде бұлғары болып, сондай адам екен, сай сөйлейтін кісі екен, қатты сабырлы. Оның көріпкелдігі деген енді біздердің көріпкелдігіміз далада қалды. Ол кісі бұл жерден көшіп батқанда неге тоқтаған? Бұл кісінің бір баласы ауырған, қай баласы екенін білмеймін. Соған тоқтатқан көшті. 3 бөлініп көшеді екен, заты өздері. Мынау деген келатқан екінші көштің бір көшті алға қарата өздіріп жіберген. Өздері содан артқы көштің жоқ болған. Сол баланы бұл көріпкелдігімен айдың жарық, айды күткен, бірдеңе деген айту атты. Сол айдың 300 санасында бала жазылған. Содан осы жерді жақсы көріп, бала үшін өтіп қалған екен. Әлемет шешен ешкімге сөзді бермейді екен. Сосын көрегендігі бар, жалпы ертеңгі келатқан жаңағы жауынды айтады, қарды айтады. Bir күні, бір жылдар вообще осы жерде қыс қатты болған, сол жерде бүкіл малын ақтырмай алып қалған дейді мына кісі. Мына жақта көлі бар дейді. Міне көл бар ма әлі де? Міне қазір орны бар, тағыр болып қалды. Соны жылтырап отқан бір ғой, көлі. Дәуітханның көлі. Сөйлеп айтыла ма қазір де? Иә, Дәуітханның көлі деп отыр. Ол тарихтарда бар, кешегі 20-шы жылдары. 20-шы жылдар мына картаға түсірген, 30-шы жылдары. Сол картаға түсіргенде жаңағы мынау Дәуіталы мола, анау Дәуіталы көл деп атаған. Сосын ананы Дәуіталы тау деп атаған. Иә, Дәуіталы тау да бар. Бұл кісінің арт жағында деген, арт жағында шетірегінде, кішілеу жерде доңғалақ үлкен бек қылып, әдемі қылып қалаған, жойылып кеткенде кемпір жатқан болу керек. Сосын бұның бір әдемі сұлу қызы болған. Осы жерде ұзатқан. Аты Мәнет болу керек. Мұратбай деген де адам бар. Мұратбай деген кімі? Мұрат дейсіз ба? Мүшеге кешсе Мұрат емес па? Кешсе Мұрат қой, кешсе ғой Мұрат қой енді. Інісі ғой, туған інісі. Осы. Сол осы жерде жатыр дейді. Осы жерде. Иә? Мұрат па? Иә, осы жерде жатыр дейді. Табды деген өзі өлерінен бұрын деген 2 ай бұрын салдыртқан. Өзі салдыртқан. Ол өзінің өлетінін де білген. Онда құлпытас қойылмауы да дұрыс шығар. Артынан кім біліпті артынан қандай заман болды. Ол енді өзі өлмес әлі құлпытас салынбайды. Ол өлетінін өзі білген, өзі болжаған, сосын деген өзінің жаңағы садақасына айтатындарын садақасына бұл кісі деген ат шаптырған. Білдің ба? Беретіні сол кезде берген. Біздің кәкеміз Дәулеталы дейтін кісі осы кісі ғой сонда жатқан жері. Мен көріппін ол кісіні. Ғасырлар бойы белгісіз боп, бүгінгі ұрпағына оралған ата мазары туралы құлсарлық тумаластар ой толғамдарын ортаға салды. Біз енді бұны бала кезіміз мынау жемнің арғы бетінде мынау орталық Ақкестой, Амангел дейтін колхоздың сол ауылда туып өскен, әкелеріміз колхоздың қойын баққан, сонау Дәулеталы 40 мылтық Алатау деп айтады, Ақбота Сәңкібай деп айтады. Сол жақтарда әкелеріміз қойып баққан. 57, 58, 59 жылдары әкеміз 60 жылдары сол Дәулеталының маңында 40 мылтықтың қасында екі ортада жалдың үстінде отырып мал баққан. Сол кезде де әкелерімізден сұрайтынбыз, әке мынау Дәулеталы біздің атамыз ба деп. Ол кезде бұл атаның басында құлпытас жоқ, ешқандай ештеңе жоқ. Мен қайрағым қайдан білейін. Бізде өзіміз жетім өскен. Біз енді сөйлеп Дәулеталы деп айтады ғой, мүмкін атамыз олар. Аттас кісі де болуы мүмкін. Оны біреудің барып бетіне ұрынып, біздің атамыз деуге бола ма? Оның әліптің артын баққан үлкен кісіден сұраған жөн болар деп айтатын.
Менің балалық шағым Ұлы Жем өзенінің екіге айырылар Ұлы Жем, Құры Жем болып бөлінетін сағасында Нұрманкөл дейтін көлдің етегінде өсті. 60-шы жылдардан 70-шы жылдардың аралығында осы мына Тұрғызбай елді мекенінің кейбір көлдің сол кездегі бірқатар шалдары сол жерге келіп жаз жайлайтын бір есте қалған естеліктер еді. Осыдан 2013 жылдың бас жағында бір ағайынның жиынында осы мына Жағарулы Дәулеталы ата жөнінде әңгіме қозғалып, сол әңгімеде ата қайда екен, қайда болуы мүмкін деген бір сұрақ туындады ағайынның арасында. Ол кезде елдің жаңа басын көтеріп, ата-бабаларын жинап, біздің Жағар Жетімек ауылының да іргесін бекіте бастаған кезі, мынау Сүйінқаралы Көтібар ата, анау Жағар Мәтжан ата, Оңғарбекұлы Аралбай аталардың кесенесі қайта қалпына келіп, сондай бір жалғасып жатқан кезең еді. Мына әңгіме соның жалғасындай маған әсер етіп, мен сол әңгіменің арасында Дәулеталы ата дейтін мына Алатауда осы баяғыда шалдар атамыз мына жерде ғой деп иегінің астымен меңзейтін еді. Міне сол әңгімені мен сол кезде сол жердегі отырғандардың құлаққа қастылдым. Бірақ ол сәтте олар маған көңіл аударған жоқ. Кейбір ағайындар Алатау дегенге тоғытына Алматы жақтың Алатауын айтады. Бірақ біздің негізгі жергілікті жердің Алатауы мынау кеше Құрманғазының күйіне арқау болған Алатау. Айта берсе әңгіме көп. Аталардың осы бір деңгейде жатқандығы анық. Себеп Маңғыстаудан қозғалған Мұңал Тобышшың жайлауы деп айтатын еді. Мынау Ағышан Қатпар, Қарта Желтау, Тасастау, осының бәрі сол аталардың жазғы қонысы. Жем өзенін тасымай, жемнен өтіп кетіп, жайланып, мына жерді тонау арқаға, анау Қостанай жеріне шейін, Адайыпы дейтін жерге шейін қоныстанған Қоян жәрмеңкесіне түскен бұл адай аталарымыздың ұрпақтары. Міне соның бел ортасында отырған, бел ортасына орын тепкен осы Дәулеталы ата мазары, қонысы, өзінің құдығы болған. Енді бізге жеткен әңгімелер осылай. Мынау Дәулеталы алқабы, Дәулеталы қыраты деген дәуелден білем бұл жерде. Көлі болғанын, ол біздің бір ана Дәулеталының шежіре кітабында да жазылған. Енді сол жерде бейіті бар деп білмейтін едім. Оны мына жеткізген ағаларымыз маңайында мал баққан кезінде біледі. Сосын мен бұрын Алатаудың маңайында қалды дегенді естіп, бұл Алматы жақтағы Алатау шығар деп жаңа ойлайтындардың біреуімін. Енді Мәкең түсіндірді ғой, Алатау өзіміздің мынау қырда Алатау деп аталатын Дәулеталы қыраты бар екен. Соның бейітіне Туралиев Ерлан деген азамат ініміз Тәзіке адай баласы барып тас қойып кеткен аянменен. Содан кейін оны біздің жастар тауып алып, бір өздері іздеп барып сол жерде садақа бергенде, мен сол Ерланды бірден қолдап шықтым. Қолдап шыққан себебім мені алдында 3-4 жыл бұрын мына жаңағы Мәкең Маран ағамыз айтып, осы атаның сол жерде екенін айтып құлағыма құйып тастаған. Енді ол жерде бірнеше біздің дәлелдеріміз болды. Біздің ана жалпы айтылып жүрген әңгіме Дәулеталы ата әрідегі кісі, ол кісі сырдың бойында қалған екен деген әңгімеге біз өзіміз сенбедік, біздің жылойлықтар. Сенбеген себебіміз мынау Бақашы қауымында мыңбасы Назар дейтін кісі жатыр, Әбілқайыр ханның мыңбасысы. Ол Шотан деген батырдың бас сардардың әкесі. Ал жаңа Дәулеталының туған інісі. Сосын бер жағында Ақмешіт деген жерде Бекет атаның атасы Жаналы, әкесі Мырзағұл, шешесі Жания, баласы Тоғай дейтін кісілердің мазары бар. Бұл Дәулеталы ата мен әкесі бірге туған немере ағасы Жаналы дейтін кісі. Екі ортасы 28 шақырым жер. Міне сондай себептерменен сосын сол жемді жоғары ойлап кете берсеңіз Сарғасқа деген жер бар. Сарғасқа менен жаңағы Ақмешіттің ортасы бір 30-35 шақырымдай жер. Сол жерде Сарғасқа жаңағы Бәйімбет деген атамыздың баласы Ырысбай деген батыр, ол да Сарғасқа деп атап кеткен халық. Солының бейіті жатыр. Бұның немере, әкесінің немере інісі болады, Дәулеталының жарының. Міне сондай себептерменен біз Дәулеталы ата осы жерде деп солай неттік. Сеніп, соғалпында қабылдап, жаңағы тас қойған ініміздің сол қолдап шықтық. Сосын бейіт салынды. Мен газетке 3 рет мақала бердім. Осы бірінші мақала Дәулеталы атаның осы жерде екенін дәлелдеу үшін берілді. Жаңағы аргументтерді келтірдік, оны
Жылойдың адамдары жылы қабылдады. Сол газетке бірнеше пікір білдірген адамдар болды. Ұру Дәулеталы емес, басқа ағайындардан өте жақсы болды деп. Сосын екінші, біз жаңа құрылысты бітіргеннен кейін ас бердік. Осы мына жеткізген ағамыз ұйымдастырып шөлде ас бергенде, соны екінші көрсетейік деп газетке екінші мақала бердік. Сосын сол жұмыс жүріп атқан бағытында ішінен құлпытас тауып алдық қой. Оны әуелі мән берген жоқпыз, артынан келіп мән беріп оқып, сол тауып алған құлпытасты халық білсінші деп мына мақала бердік, үшінші мақала. Мынандай мақала, мына көрініп тұрған шығар енді осында құлпытастың суреті, содан кейін құлпытастағы жазуларды үстінен әріп бастырып шығарып алдық. Сосын қасына мына өзіміздің қазіргі кириллица шифрмен жазып, қандай сөз екенін анықтадық. Сонда ол Жары ұлы Дәулеталы 1020 жылы туған, 1108 жылы қайтқан деген жазу шықты. Бұл ескіше, хижра бойынша. Соны 622-ге қостықта шыққанымызда 1642 жылы туған, 1730 жылы қайтқан болып шықты атамыз. Енді біз мынау 9 томдық Адай шежіресі дейтін 8 кітап бар. Бұның енді құрастырушылары шығармашылық алқасы Әбіш Кекілбаев, Әнес Сарай, Фариза Оңғарсынова, Қажығали Мұхамбетқалиұлы, Есенғали Раушанов, Бибайша Нұрдәулетова, Әнуар Бимағамбет, Ақылбек Тасқара дейді белгілі адамдар шығарып жүрген. Енді осылардың мына қатты зерттеушілігінің дәлелі, ана біздің құлпытаста олардың қолында құлпытас болған жоқ қой. Сонда былай жазып қойыпты: Жарының екінші баласы Дәулеталы 1640 жылы 1700 жылдар аралығында Салқам Жәңгір мен Әз Тәуке хандардың тұсында өмір сүріп, жоңғарлармен талай соғысқа қатынасқан батыр адам болған дейді. Бұл жерде біздің көңіл аударып отырғанымыз оның батыр болмағандығында емес. Ана туған жылдары, өмір сүрген жылдары мына құлпытастағысына келіп тұр. Сәйкес келіп тұр. Сонда олардың құлпытас болған жоқ. Мына кітап 9 томдық өте жақсы зерттеліп жазылғандығының дәлелі деп есептейміз. Ал енді осы 3 мақаламен жаздық. Басқалай енді айтатыным жоқ. Алдындағы жаңағы айтып кетті ғой. Жәкеңдер, мәкеңдер айтып кетті. Соның құрылыстың ішінде болдық. Алла қаласа, биыл мына құлпытастан айтпақшы бір біліп алғанымыз 380 жылдығын биыл атаның туғаны 380 жылдығы болады екен. Соны газетке бергеннен кейін осы 380 жылдығы тойы деп солай атап кетіп жатыр. Міне осылайша сан жылдар бойы жұмбақ болып келген Жары ұлы Дәулеталы ата кейінгі ұрпақтарына сәулетті де сәнді кесене күмбез болып оралды. Бұл оқиғаны ата ұрпақтары қуанышпен қарсы алды. Олар ата басына сәулетті кесене тұрғызып, оның рухына бағыштап, ауқымды ас өткізу шарасына белсене атсалысты. Бұл істе олардың берекесі мен бірлігі нық екендігін тағы да таныта түсті. Дәулеталы ру басы ұлата, тарихта аңыз болып самғадың, 380 жылдығында ұрпағыңа оралып, шежіреңді ғасырларға жалғадың.